Мен Мұсағұл Гүлжанат Боранбайқызы, Қарағанды облысы Шет ауданы Нұраталды ауылының тумасымын. Жасым 17-де. Қазіргі таңда Қарағанды болашақ жоғарғы колледжінің физика мұғалімі мамандығының 3-ші курсының үздік студентімін. Мен жақсы қасиеттерді бойына сіңірген, өз пәнін сүйе білетін, өз ісіне жан-тәнімен берілген, бала жанын түсіне білетін, өз ісіне деген сүйіспеншілігімен балаларды білім нәрімен сусындататын тұлға, мұғалім болуды армандадым. Физика ғылымына деген қызығушылығыммен, мұғалім болу арманыммен, физика пәнінің мұғалімі мамандығының иесі болуды мақсат еттім. Ғылым мен техника тоқтаусыз дамып келе жатқан заманда физика ғылымының маңызы артып отырғаны белгілі. Техниканың негізі физика. Сондықтан да физика ғылымының қыр-сырын меңгеру менің болашақ маман ретіндегі негізгі көздеген мақсатым. Мақсатыма жету жолында 2017 жылы Қарағанды болашақ жоғарғы колледжінің физика мұғалімі мамандығына оқуға түстім. Колледждің берген терең білімінің арқасында көптеген жетістіктерге жеттім. Мәселен, 2017 жылы физикадан, химиядан және 2018 жылы физикадан онлайн олимпиадаларына қатысып, бірінші орынға ие болдым. 2019 жылы физика ғылымының ерекшелігін, оған қазіргі таңда күннен күнге өркендеп дамып келе жатқан робототехниканың қосар үлесін зерттеп, Қарағанды облыстық және кәсіптік білім беру ұйымдарының студенттері арасында болашаққа көзқарас атты техникалық шығармашылық және жобаларды қорғау көрмесінде ғылыми жоба қорғап, 2-ші орынға ие болдым. Робототехникаға 2017 жылдан бастап қатысып келе жатырмын. Және осы уақыт аралығында облыстық, республикалық және халықаралық жарыстардан жүлделі орындар иелендім. Робототехника физика ғылымымен тығыз байланысты. Физиканың дамуында, мектептерде физика пәнін оқытуда робототехниканы қолдану өте тиімді. Осы мәселені тереңірек зерттеп, өзектілендіріп, оған өз үлесімді қосқым келеді. 2019 жылы номері 23 жалпы білім беретін орта мектепте өндірістік тәжірибеден өттім. Өндірістік тәжірибеден өту барысында мұғалімдік мамандықтың маңыздылығын түсініп, оқушылармен жұмыс жүргізу барысында педагогиканың қыр-сырын меңгердім. Ұстаздық біліктілігімді арттырдым. Жаңашылдықтың дәуірін басынан кешіріп жүрген талантты да талапты оқушыны тәрбиелеуде жаңа даму үрдісі алға басып отырған кезеңде елбасы Нұрсұлтан Назарбаев болашақта еңбек етіп өмір сүретіндер бүгінгі мектеп оқушылары. Мұғалім оларды қалай тәрбиелесе, Қазақстан сол деңгейде болады. Сол себепті ұстазға жүктелетін міндет ауыр деген еді. Сондықтан мен болашақ мұғалім ретінде жүктеліп отырған осындай зор міндетті арқалай отырып, Қазақстанның мәңгілік ел болуына өз үлесімді қосқым келеді.